بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد İmam Barbahar rahimahullah aytadı Vel imanu bil mesihid deccal Vel imanu bil mesihid deccal Sol iman keltiru керек болған мәселелердің бірі ол Мәсихид Дәджалға соның шығатын екені және оның шығу қияметтің үлкен белгілерінен екеніне иман келтіру. Дәджал деген, бұл Дәджал деген сөзінен алынған, бұл Дәджал дегені өтірік, алдайтын деген мағынада. Дәджал бұл сиға мұбалаға, яғни көп алдаушы, жолдан аудырушы деген мағынада болады. Мәсих деп намдалуы, ол ямсахул ард, жердің барлығын айланып шығады, өте аз уақытта. Сол үшін оны Мәсих, немесе Мәсих мамсух мағынасында бір көзі жоқ екеннен, бәлкім бір көзі соқыр болғаннан мамсух Мәсих мағынасында айтылған. Al-Muhim hadiste бұл Al-Masih Dajjal атымен келген. Бұл Masih Dajjal турасы да хадистер ақиқатта Наби саллаллаху алейхи ва салламнан көп келген. Солардың ең танықты болған хадистердің бірі, Сахih Муслимдегі хадис, бұл Фатима бинти Қайс радияллаху анха Тамим ад-Даридің қиссасы. Тамим ад-Дари радияллаху ta'ala anhu Тамим ад-Дари радияллаху ta'ala anhu Наби саллаллаху алейхи ва салламның алдына келіп өздерінде болған жағдайды айтып береді. О кісі айтады, олар бір жамағат болып, 20-дай кісі болып, өздерінің қауымдарынан бір кемеге шығып, жолда, кемеде жолда болады. Содан кейін жел болып, теңіздің қимылдауыменен бір жерге барып қалады. Сол жерде олар жерге шыққан уақытта сол жерде бір айуан келеді олардың алдына. Тамим ад-Дари радияллаху анху айтып бергенде, оның алды артынан, арты алдынан білінбейді. Қай жағы алды, қай жағы бас жағы, қай жағы арт жағы білінбейді. Сонда біз оған сен кімсің, несің сен деп сұрағанымызда, мен жасасамын деп айтты. Соменен оларға мында жүріңдер, мына жерде бір кісі бар, сендердің сөздеріңді естігісі келеді деді. Соменен солардың алдына, сол адамның алдына бардық. Барсақ бір үлкен адам, ол адамның үлкеніндей басқа бір адамды бұрында көрмеген едік дейді. Бірақ аяқ қолдары барлығы темірмен байлап қойылған. Сен кімсің деп сұрадық одан. Сонда сендер кімсіңдер деп сұрады. Біз оған айтып бердік, біз солай теңізде келіп, сенің осы жеріңе кеп қалдық деп. Болған жағдайды айтып бердік дейді. Сонда бұл Дәджал олардан сұрады бір-екі сұрақтар. Табария өзені және бір құрмазарлар туралы. Соларды бәрін сұрағаннан кейін оларға айтты, мен Мәсихпін деді. Мен жақында маған рұқсат беріледі, содан кейін мен шығамын дейді. Содан кейін мен жерде жүремін,
ешқандай бір ауыл немесе қала қалдырмай 40 күнде бүткіл жерді қыдырып шығамын дейді. Тек қана Мекке менен Мединеге кіре алмаймын дейді. Мекке және Тайба деп, Мединені Тайба деген атымен андайды. Бұл екі қалаға кіру маған арам дейді. Ардайым сол екеуіне кіремін десем, сол қаланың шетінде періштелер қылыш көтеріп тұрады. Мені сол қалаларға, сол Мекке мен Мединеге кіруден қайтарады дейді. Наби саллаллаху алейхи уассаламға осы қыссаны айтып бергенде, Наби саллаллаху алейхи уассалам айтады, сол минбарында отырып, «Хадихи тайба» дейді. Мен Мекке мен Тайбаға кіре алмаймын дегені, Тайба дегені осы Тайба, осы Медине дейді. Мен сендерге осыны айтып бермеген едім ба? Деп сахабаларға айтады. Сахабалар айтады, «Я, айтып берген едіңіз» дейді. Сонда маған мен айтқан сөзіме бұл Тамимнің айтқан сөзі сай келгені қызық болды дейді. Яғни бұл дегені Даджал осы күнде бар. Жазиралардың, аралдардың бірінде ол. Бірақ қай бір жерде, қандай орында, қашан шығады, ол бізге мәлім емес. Ол адам балдарының бірі. Бірақ Аллах субханаху ва таала өзінің изніменен оған сондай бір күш-құдірет береді. Оның фитнасы өте үлкен. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи уассалам оның фитнасынан қорқытады. Сонда айтады, сендердің араларыңда шығатын болса, мен болатын болсам, мен сендердің жандарында, сендердің жақсылықтарында болам дейді. Егер мен жоқ уақытта болатын болсам, әр бірің өздеріңе жауап бересіңдер дейді. Оның бір көзі соқыр екенін туралы хабар берген Наби саллаллаху алейхи вассалам. Оған кімде-кім жолығатын болса, оған Кахф сүресінің бас жағын оқысын оған дейді. Кахф сүресінің бас жағын оқуға өсиет қылады Наби саллаллаху алейхи вассалам. Және Бухари Муслимдегі хадисте Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады, қай бір пайғамбар жіберілген болса, сол пайғамбар осы Масих Даджалды туралы, өтірікші бір көзі соқыр туралы ескерту айтқан. Сендер біліңдер дейді. Ол өзіне рубубиятты айтып шығады. Яғни өзін адамдардың Раббісі деп айтады. Сендер біліңдер, ол бір көзі соқыр, әуар, Раббілеріңнің бір көзі соқыр емес. Екі көзінің арасында кафир деп жазып қойылған. Басқа бір риwayatта кафир деп жазып қойылған. Басқа бір риwayatта оны әр бір момын оқиды. Ол оқуды білсе де, білмесе де, оны әр бір момын оқиды. Оны әр бір момын оқиды. Бұл дәлел қылады, бұның фитнасының үлкендігінен бүткіл пайғамбарлар бұны ескерткен өзінің қауымына. Сондай фитнасы үлкендігінен ол егер аспанға жаңбыр жау десе жауады, жерге өзіңді, нәрселеріңді шығар десе өстіріп шығарады. Кім оған ергесе жақсылықта жасайды.
Кім оған ергеспесе, о кедейлікте қиналып жасайды. Адамдарды азаптайды осылай. Адамдар оның фитнасының күштілігінен, олардың иманы зайыфтығынан даджалға еріп кетеді. Сол жұмыстарының ақырында бір жігітті шақырып, қылышпенен оны кеседі. Екі бөлекке бөледі. Содан кейін оны өзіне тұр деп шақырса, бағанағы жігіт тұрып келеді. Бұл Наби саллаллаху алейхи уассалам хабар берген ең афзал шахидтердің бірі. Ең афзал шахид бол. Даджал өзіне иман келтіруге шақырады. Бірақ бұл жігіт оған иман келтірмейді. Мен сені өлтіремін десе, өлтірсең де дейді. Сомен Даджал оны өлтіріп, өзіне шақырса ол тіріліп келеді. Сонда бағанағы жігіт енді одан да қатты сендім сенің ақиқатта Даджал екеніңе. Себеп сен туралы Наби саллаллаху алейхи уассалам бізге сөйлеп бергенін дейді. Айтып берген еді. Бұл хадисте айтып бергенін айтып отыр. Наби саллаллаху алейхи уассалам және басқа хадисте, болды Бухари Муслимдегі хадисте айтады, мен сендерге бұрынғы пайғамбарлар Даджал туралы хабар бермеген нәрсенің хабарын берем деді. Ол не? Онда жаннат пен тозақ бар дейді онда. Жаннат пен тозақы бар. Яғни бұл төбеде айтылғандай оның фитнасы өте бір күштілігінен оның жаннаты бар және тозақы бар. Бірақ біз білуіміз керек, Наби саллаллаху алейхи вассалам хабар бергендей, оның қолындағы жаннат тозақ жаннат. Кімде-кім оның тозақына кірсе жаннатқа кіреді, кімде-кім оның жаннатына кірсе тозаққа кіреді. Мен сендерден ескертемін деп отыр. Сендерге осы нәрсені ескертемін. Нух өзінің қауымына со нәрсені ескерткен сияқты. Оның тұруы сахабалар сұрағанда, оның қанша жерде тұрады десе, Наби саллаллаху алейхи уассалам айтады, ол 40 күн тұрады жерде. Бірінші күні 1 жылдай, екінші күні 1 ай, үшінші күні жұмадай, 1 апта. Қалған күндері басқа күндер сияқты. Сонда сахабалар ең бірінші олардың ойына түскен нәрсе намаздары. Біз намазды қалай оқимыз? Бір күні 1 жылдай болатын болса, олар жеп ішу, тіршілік, қандай жасаймыз деп сұрамай, олардың ең бірінші сұраған нәрсесі, радиаллаху анхум ардахум, олардың сондай бір үлкен дәрежелік иман иелері екендері қылатыны, ол ең бірінші олардың басына түскен ғам, тәшвиш, ол намаз болды. Намазды қалай істейміз? Сонда Наби саллаллаху алейхи уассалам айтты, оны әдеттегідей есептеңдер. Яғни қанша, бір күн қанша уақыт болатын болса, соған жараса бір күндік намазды оқып өте бересіңдер. Ол жерде осындай қыдырып, жерде бұзғыншылық қылып тұрған уақытында кейінгі мәселе келеді, ол не? Вал иману бинузули Иса ибн Марьям янзилу фаяқтулу даджал. Иса алейхиссалату вассалам аспаннан түседі да сомен даджалды өлтіреді. Иса алейхиссалату вассаламды келешекте аспаннан түсетін екенін және ол түскен уақытта оның есін кім, қай бір кәпір искесе өледі, оның сол дем алуы көзі түскен жерге шейін жетеді. Соменен ол даджалды артынан жүріп
Бабулуд деген жерде жетіп, соны өлтіреді. İsa aleyhissalatu vesselam түсуі бамдат намаз уақытында түседі. Сонда адамдар İsa aleyhissalatu vesselamды намазға имам болуға шақырады. Кел, олардың мұсылмандардың имамы, келіңіз бізге намаз оқып беріңіз десе, о кісі фаяқул ла инна бa'дакум ala ba'din umara takrimatullah hadhihi al-umma. Ол хадис сахih Муслимде. Сендердің біреулеріңе әмір болатындар. Аллах субханаху ва таала бұл үмбеттің құрметтегені осылай деп имамға өтпейді. İsa aleyhissalatu vesselam осы үмбеттің бір әмірінің артында намаз оқиды. Алейхиссалату вассалам. Сол үшін әхлі сүнна вал жамааттың етқады имам Ахмад рахимахулла айтқандай, Масих ад-Даджал шығатын екенін, және оның екі көзінің арасында кәфір деп жазылғаны, бұл туралы хадистер келген дейді имам Ахмад рахимахулла. Және сол сияқты İsa aleyhissalatu vesselam түсіп, оны өлтіру екенді солай. Және Абдул-Ғани Мақдеси рахимахулла айтады, Даджал өсі үмбетте шығатын екеніне иман келтіреміз. Ол сөзсіз шығады. Не үшін сөзсіз шығады деп атыр? Себеп, кейбір әхлі-сүнна вал жамаатқа қарсы болған адамдар бұл Даджалға иман келтірмейді. Даджалдың шығуына иман келтірмейді. Бұл бір фитна, сондай бір нәрсе дейді. Бұндай жаратылған бір адам сияқты бір нәрсе емес деп етқат қылады олар. Сол үшін сөзсіз ол кісі шығады, бағанағы Даджал шығады. Және İsa алейхиссалату вассалам Димашқта, Димаштың батыс жағында, шығыс жағына түсіп, сонменен Даджалды артынан қуалап өлтіреді. Бұл мәселелердің барлығына Ахлус-Сунна вал Жамаат иман келтіреді. Бұл нәрселерді өзгерту, немесе оны тәуіл қылу, ақылға сай келеді, келмейді, бұл нәрселер сөзсіз иман келтіруіміз керек болады. Қашан егер бұл адам баласының қолынан келмейді, о қалай жаннат болады оның қолында қалай тозақ болады, соған ұқсаған әңгімелерді өзінің ақылына салып көретін болса, ол уақытта ол адасуға кетеді. Сол үшін ақиқи иман иесі Ахлус-Сунна вал Жамаат ижма қылған мәселелерге қарсы келмей, солар қалай түсінген болса, қалай иман келтірген болса, бидат иелері сияқты оның әртүрлі жағдайларын іздемей, соған турадан тура иман келтіру керек болады. Янзилу фаяқтулу джадда ва ятазавважу, үйленеді деп атыр Иса, ва юсалли халфал қайм мин али Мухаммади саллаллаху алейхи ва саллам, ва ямут, содан кейін қайтыс болады, ва ядфунухул муслимун, мұсылмандар оқсын жерге көмеді. Бұлардың барлығы Ахлус-Сунна вал Жамаат иман келтірген мәселелер. Бұл жерде İsa алейхиссалату вассаламның сол Даджалды өлтіретін екені, содан кейін жерде әділдік таралуы, содан кейін біраздан кейін Яжуж Мажуж шығуы, одан кейін İsa алейхиссалату вассалам Тур тауына көтерілулері, содан кейін Аллах субхана ва таала сол Яжуж Мажуждерді өлтіруге бір құрт жіберетін екен. Бұлардың барлығы бұл қияметтің белгілерінде келеді, бірақ біз қазір ол туралы айтуға жағдайымыз жоқ, себебі кітапта о нәрсе айтылмаған. Оған басқа бір орын болса айтамыз иншалла.